Қайырлы күн достар, егерде канал ұнаса, лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Мен сіздерге бүгін ақша жинау тәсілі туралы әңгіме айтатын боламын. Ең бірінші, қай жерде ақша туралы әңгіме қозғалса да, сіз ақшаны жамандамаңыз. Бұл сіздің өмірлік салт дәстүр дағдыңызға айналсын. Ақшам жоқ, ақша жетпейді деп ешқашан айтпаңыз. Олай десеңіз, сізден ақша қашады. Керісінше сіз, мен ақша жақсы көреді, күннен күнге менің қаражатым көбейіп, табысым артып келеді деген сөзді жиі айтыңыз. Олай деуге қорықпаңыз. Келесі әдіс ол ақша жинаңыз. Тек ақшаны тойға, жақсылыққа, оқуға, жаңа дүние сатып алуға, саяхатқа шығуға, жақсы демалуға жинайтын болыңыз. Ақшаны қара күнге деп жинамаңыз. Ақша жинауда, оны ұсатып жұмсауда бай адамдардың психологиясын зерттеңіз. Оларға еліктеңіз. Өзіңізді бай адамның орындамын деп есептеңіз. Қоғамдық көлікпен жүрсеңіз, мен мұны қарапайым адамдардың тыныс-тіршілігін білу үшін уақытша мініп жүрмін деген ойда болыңыз. Өзіңіздің болысыңызды баюға, психологиялық тұрғыда дайындалу деп түсініп, күнделікті өмірде ұсақ-түйекке көп көңіл бөлмеңіз. Ақшаны адал жолмен қалай тапсаңыз, оған солай адал болыңыз. Біреуге артық ақша бермеуді, біреуден артық ақша алмауды қадағалаңыз. Сатушы жаңылысып, сізге артық ақша қайтарса, немесе бір затыңызды сатып алушының құнынан артық ақша ұсынса, оны қайтарып беріңіз. Қиянат жасағанда ақша ұнатпайды. Келесі ол ешқашан тың ойлардан, жаңа қадамдардан, жақсылықтардан, жақсы істерден бас тартпаңыз. Олар сізді жаңа табыстарға жетелейтін болады. Келесі айтатын зат ол ақша, ол үлкен қуат көзі болғандықтан, әрі ұқыптылықты жақсы көретіндіктен ең бірінші жақсы әмиян таңдап алыңыз. Сосын оған әр тиынды дұрыстап тұрып салыңыз. Әмияныңызды сыртынан сипап, оған жол сөздер айтыңыз. Ақшаны еркелеткенді жақсы көретін естен шығармаңыз. Маңдайға біткен дәулет үшін өтем төлеу жақсы. Байлықты сақтап қалу үшін қайырымдылық шараларына мол шығын шығарып, жаманшылықтың алдын алады. Мешіт, медресе, аурухананы өз қаржысымен салдырып, халыққа сыйға тарту бұрыннан жалғасып келе жатқан сауапты іс. Тек оны атын шығару үшін жасамау қажет. Ақша өзін жақсы көру үшін алдымен сіз ақшаны жақсы көріңіз. Алайда ақшаны ар-ұяттан, ұлттық мақсат мүддеден жоғары қоймаңыз. Жетпей таусылып қарызға батып қалған кезде ғана ақшаны ойламай, оны әрдайым байлық ретінде жақсы көріп, оның молаятынына кәміл сеніңіз. Ақша жолы болмайтын, өзінің сенімі жоқ адамдардан қашады. Маған сондай жалақы, сондай ақша жетеді деп ақшаға шектеу қойып, өзіңнің табыс көзіңізді жауып тастамаңыз. Табысыңыз өз қажеттіліктеріңізден артылып жатса, қайырымдылық жасаңыз. Ақша қайырымдылықты өте қатты жақсы көреді. Егер осы айтылған ақпарат сізге ұнаған болса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Тыңдағандарыңызға рахмет.